жаңа алған машинаңды қайра сүрте бермей келші бұяққа. Алдығы мұсырларды көтере кел. Ташта бұяққа. Бak, мол kimге керек var ya? Айтсаңыз, мол жөн эле сүрөт, ешкімге керегі жоқ, ешкім қолданбайды. А мол не, қалпақ азыр бирөө кийеби, ешкім кийбейт. Азыр кепка кийишет. Бак, мунун керегі жоқ бизге. Моголчу бул желек, мун кимге керегі бар? Үйдө жөн эле жатат. А мол ичин бар, мус бизге керегі жоқ. Мунун баарын чогултуп алгансыңар. Чоң атаң эски иши да, ар нерсенин баарына чогултуп өттүр. Ал эски иши да балам, жүргү. Ну, бак, всё, нормально. Кет. Құдай сауыр бере көр. Тоқтоғыл ата, сен жайың ушул жер болып қалды ба? Сен 4-нчи емес белең. Қағылайын тоқа. Кечире көр. Сені бұл жерге соо кыргыз таштаган жок. Улутун чаңган. Же болбосо батышты ээрчип кеткен. Улутун унуткан. Жүрөгү караргандар таштады. Кечир тоқа. Сен ырларың, өлөрүң жүрөктөрдө жашаш керек да. Сен нелесиң? Сүрөтүң жүрөктө жашаш керек да тоқа. Каалайм Мамбет ата. Билдим сени. Балдарың орысча сүйлөп, тилин унутуп калбады беле. Билдим сени ким таштаган бул жерге. Мен өзүм жетим өстүм. Сендей атадан тарбия алганымда мен башкача болмокмун. Сен ушинтип ыргытпайт элем таштандыга. Сен төрүңдөн турмаксың, Мамбет ата. Кагылайындарым кечиргиле. Ой, комуз. Ардактуу комуз. Сени ким таштады ушул жерге? Ушинтип калат белем комузум. Сени келечек урпактар кайрыгыңды угуп, күлүп жайнап өсүш керек эмес беле? Капкагы бир аз жарылып калыптыр. Оңдоп алам. Мен комуз четкен кайбай көксөчүмүн. Комузчу болгум келчи. Тагдыр экен колуман келбеди. Бирок балдарым сөзсүз чертет. Мамбет атамдын колу, колдун майы сиңген комуз. Силерди кор кылбай багып алабыз. Мамбет ата, балдарың сага Куран окуганды билбесе, ушул жерге таштаса, мен сага Куран окуйм. Токтогул ата, сени баркыңды билбегендер ушул жерге таштаган болсо, мен баркыңды билем. Сени төрүмө ардактап коем. Ой, бұл қырғыздың жашына келе желей ғой. Ой, таптаза жашына келе желей екен, кім таштаған мұны таштандыға? Ой, соның желей екені. Же біреу ұнытып кеткен бе? Ой, қырғыздың қалпағы. Ой, натта илгерки кийизден экен да. Мындай калпакты азыр базарды миң айлансаң таппайсың эй. Буну кандай адам таштаган таштандыга? Сонун калпак экен.
ачып ата. Ассаламу алейкум. Алейкумсалам. Бұл жаққа келсеңіз ата. Тышчылық па балам? Көрсеңіз бұларды. Атам оғы желекті. Қалпақ, желек, Бұл таштандан тауып албадың ба? таштанды дейбі. Таштандан тауып алдым ата. Біреу ұнытып қойған емес пе екен? Білбейм. Таштандыға жөн. Таштанды таштаған жерде жатады, О, Ата қырғыз. Кім еле қырғыз? Кім болды? Қырғыз қачан? Ата мұрасына шындай қордық көрсөзчілі. Бұл атадан қалған табелік, ұйық мұрас. Мұны кейінгі моғындарға өткөліп беру. Ар бірістің парызымыз балам. Ақылға зирек, азамат бала тұрбайсың. Оны бұл жерге кім таштаса дағы, мен қырғыз емес деймін. Алдағатыр. Қырғызым, заманан қантет. Ат жалында ойнаған, салт менен нарықты туытқан қырғызым қайда баратады? Әлбетте, шаардечі бұл жерді. Хош етсе дағы, ата мұрасын мұншалық қордау болмайды. Ола, қырғыздан ақ қалпағын саға аманат тапшырам балам. Başından ақ қалпағың түспесін. Келечек жаштардықы. Қырғыздың бычақ асап, қамчы қасап, туу көтерер уылдарынан бол. Бұл да саға аманат балам. Түйім түшкен замана. Байқа қырғыз. Bir нәрсе башталууда. Батқақ кечкен қадамдар ташталууда. Қара құрсақ қампайып тойғон менен. Қорқом, жан дүйнің ачқалууда. Қырғызым, ойлончу есті жебе. Енатаңдың айтқанын ескі тебе. Тарықты сен тарсатып салған менен. Таңдайыңа сайлат ескі жебе. У чалқанды мойныма артамдағы. Улутумдың азабын тартамдағы. Ұмыттық деп тілімді қантып айтам. Ұрпақтарға ұялмай арқамдағы. Тілсіз елдің тұқымы құрыт болған. Тілін сақтап қалған ел ұлт болған. Ата салтын мұрасын ұнытқандар. Ақыр түбі